Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында ең көп жасалынатын сәбіз салатын жасайтын боламын. Ол үшін 1 кило сәбіз қажет болады. Барлығын жуып тазалап, үккіштің ұзынша көзімен өткізіп аламыз. Енді тұз саламыз. Менде мына жерде салатқа арналған тұз. Ол болмаған жағдайда кәдімгі тұзды қолдана берсеңіздер болады. Жақсылап қолымызбен кішкене езіп, демалдырып 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін осылай сарымсағымызды, чеснокты алып, езіп, майдалап турап алсаңыздар да болады. Және укроп қосамыз. Мына жерде менде паприка, бұл шамалы салатымызға қызғылт түс береді. Енді менде мына жерде чим-чим деген приправа кез келген дүкенде сатады. Ішінде барлық майы, бүткіл осы сәбіз салатқа қажетті барлық нәрсе бар. Осымен барлығын араластырып аламыз. Сәбіз салатымыз дайын болды. Шамамен 1,5 сағат, 1 сағатқа холодильникке қойып қоясыздар. Сәбізге жаңағы приправаның бәрінің дәмі сіңіп керемет болып тұрады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.